Атуын аттық, енді не істейміз? Ет өңдейтін 10 шақты комбинатпен бар деп еді келісім. Бірақ олар 315 теңгеден қабылдайды келісін. Ал сол маңайда бұрыннан мал бағатын шаруа көп, ет өткізіп сойып сатқан ішіндегі семізін. 300 теңгеден қыруар киік келе жатқанда комбинат 3000-нан қойды алып не қылсын? Бұл Ақбөкен атудың екінші экономикалық тұсы. Сонда жайылымы тапталып жерінен айырылған малшыларға атудан кейін де екінші рет шығынға батуға бұл. Қысқасы киік күйік болды. Оның киесі өз алдына бөлек әңгіме. Өткен жол далада шашылып қалған шек қарын жүк машинасында шіріп, сасып жатқан өлекселердің сурет видеолар тарады. Шынымен бейберекет атылып, бейберекет сатылып, қай жер болса сонда шіріп жатыр ма түз тағысы? Біз оны да анықтадық. Сойылған аң қайда кетеді? Одан шығып жатқан өнім қайсы? Халықаралық келісімге сәйкес сыртқа сата алмайтын, бірақ қара базарда қымбат тұратын мүйізі мен терісін кім әкетіп жатыр? Сюжет көріңіздер. Нарықта су тегін киіктің еті көбейген соң шаруалар төрт түлігін сата алмай қиналуы мүмкін. Қазірдің өзінде облыстағы бірнеше ет комбинаты ірі қара ұсақ малдарды қабылдаудан бас тартып, бар күшті Ақбөкендерге салып жатыр. Ет комбинаттары және манипуляция жасамаса, алмайтындар алмаймыз деп айтып қойды. Тек киікті қабылдауға дайындар ғана қабылдап жатыр. Қойдың етімен айналысатындар сондай ет комбинаттары алып жатыр. Екі ортада шаруаларға қиын, төрт түлігіне жем-шөп таппай қиналған тұрғындар енді етінде өткізе алмайтын жағдайға жеткен. Конфликтің ситуация ғой, ойлап қалсаң, қазір экологтар ойбай атуға болмайды деп халық, қарапайым халық бір 20 сиырын, бір 50 шақты қойын ұстап жатқан адамдар мал азыған андай кететін болса қымбаттап, бизнесқа оны айналдыру қазір мүмкін емес. Пайдасы шығыны көп те, пайдасы жоқ. Бірақ облыс әкімі Астанада өткізген брифингте халық тарапынан киіктің етіне аса қатты сұраныс жоқ екендігін мәлімдеді. Киіктің етін кез келген адам алмайды. Сұраныс Бұлай айтқанда аса қызығушылық сұраныс бар деп айта алмаймын. Алайда ет комбинаттарындағы жағдайға қарап сұраныс жоқ деп айта алмайсың. Бір ғана Жаңақала ауданындағы цехта күніне 80 басқа дейін дала жануары саудаланады екен. Күніне 70-60 бас, 80 басқа дейін тұрғындардан алып кетеді. Саққоздар бар, жаңағы бір бас, екі бас артық бермейміз. Еліміз бойынша Ақбөкеннің етін қабылдайтын 10 цех бар, оның 8-і Батыс Қазақстанда орналасқан. Ал облыста күніне шамамен 400 дала жануары сойылады. Күніне қанша киік соясыз? Қанша киіктің терісін сыпырасыз? Әртүрлі. Енді жоқ дегенде 40-50 киіктің кие сұрады деген естуіңіз бар ма? Естуіңіз бар енді. Бірақ құдай сақтасын деп көріп жатыр екен. Ауыз болып келіп жатыр ғой. Киіктің кие сұрады деп қорықпайсыз ба? Білмеймін, бұйрығаны көреміз. Етті қабылдайтын комбинаттардың әрқайсысы арнайы шағын зертханамен жабдықталған. Ол жерде мамандар дала жануарынан сынама алып, сапасын тексереді. Келіп жатқан киіктер таза, ауру анықталған жоқ осы уақытқа дейін. Жарамды бәрі де. Киік аулауға рұқсат берілгелі ет өңдейтін орындардың жұмысы қыза түсті. Цехтар Ақбөкен етін көбірек алу үшін қосымша жұмыс орындарын ашып, бірнеше ауысымда еңбек етуге дайын. Міне ауланған киіктер дәл осылай полиэтилен пакеттерге оралып, ілініп, біршама уақыт тұрады. Одан кейін лаборатория қызметкерлері бұлардың сапасын тексеріп арнайы мөр қояды. Бір қызығы 70-ші жылдары дәл осы ет комбинатының ғимаратында да киік көбейген тұста да дәл осылай дала жануары сойылған екен. Бірақ ет комбинаттарының қоймалары киіктің басы, сирағы мен терісіне толып тұр. Оларға қазір сұраныс жоқ. Бұл сол өмірінде вакцина алмаған жануар, сондықтан біздер деген парной бейде халыққа сатпаймыз. Біреулер айтады, сойылып жатқаннан жаңағы ыстылай бер салып кетейін, қатқанды тура қойып біздер бере алмаймыз. Неге дегенде лаборатория допуск бермейді. Киіктің еті жүліктелмейді. Бүтін күйінде санитарлық талаптарға сәйкес тоңазытқышта бір тәулікке дейін сақталады. Тек содан кейін ғана саудалауға рұқсат. Киіктің етін осылай дайындап көрдіңіз бе? Жоқ. Ол туша күйінде кете ме? Иә. Оны бөлмейсіздер ме? Киіктің етінің дәмі қалай деп ойлайсыз? Ешкінің еті сияқты болатын болар деп ойлаймын. Ақбөкендердің ең құнды мүйізі де ет комбинаттарының қоймаларында сақталып жатыр. Шикізат ұрланбау үшін есігін күні-түні қаруланған инспекторлар күзетеді. Осы кесіледі мүйіз, өз жеке нөмірін беріледі. Әр мүйізге жеке нөмір. Бұл термо қағаздан жасалған зат, штрих-кодымен 9 нөмірлі бар. Әр штрих-код және әр нөмір компьютермен беріледі. Әзірге батыстағы киіктің еті Атырауға ірі партиямен жіберіліп жатыр. Мұнайлы өлкеде ірі кәсіпкер оны өңдеуге ниетті екен, бірақ базарлар мен дүкендерде сатуға тыйым салынған. Осыған қарамастан қара нарықта киік еті толып тұр. Видеоларда әлеуметтік желіге тарап жұртты шулатты. Киіктің етін кәдімгі ет сияқты
тұнық болады, ол органикалық таза ет, консервілеуге келеді, түрлі шұжықтар жасауға келеді, түрлі жәлдегі консервілік тағамдар, жәлдегі ет өнімдерін шығаруға болады. Өңірдегі киіктер бүгінде шаруалардың малымен бірге жайылып жүр. Былтыр дала жануарларынан келген зиян 12 миллиард теңгені құрапты. Аудандардағы егін тапталып, шөп тапшылығы туындады. Осы көктемде олар бір келіп жатқанда мотоциклмен, немен, әлгі жұрт айдайды дегенге шығып айдап көрдік, ол айдатпайды екен. Бесполезно, қуып шашап қойдық. 3 күн шап тұрдым, 8 рулон алдым, болды, сосын қоя қойдым. Болды, енді бұларын жеп тастағандым да қалдырмаған. Бірақ табиғат жанашырлары киікті аулаудың толық негіздемесі әлі дайын еместігін, оның санын реттеудің басқа да жолын қарастыруды ұсынып отыр. Себебі дала жануарының терісін өңдейтін елімізде технология атымен жоқ. Ал мүйізін экспорттауға уақытша тыйым салынған. Бірақ дегенмен жаңағы жаппай ату, бізде мысалы тері өңдеу зауыттары болған жоқ. Оның дериваттарын сыртқы нарықта сатуға болмайды. Бір негіздемесі жоқ та, бұның қаншалықты логикаға, ақылға қонымды екеніне. Алдымен бірінші осының бәрін дайындап алып, сосын барып осындай шешімдер қабылдау керек. Ақбөкендердің санын реттеу жұмыстары қарашаның соңына дейін жалғасады. Аулауға рұқсат берілген бір айдан астам уақытта жойылуға жататын 300 мың киіктің 10%-ында ұстаған жоқпыз. Жауаптылар бұл шара бірнеше жылға созылуы мүмкін екендігін айтып отыр. Қайыркен Отыншы, Айна.